әр адамның өмір бойы шұғылданар сүйікті ісі, уақыт жұбатар, көңіл сергітер ермегі болады. Сол сияқты менің сүйікті ісім ермегім әртүрлі жіптен шашақ түрлерін жасау. Соның бірі шашақтан жасалған шолпы. Оны жасау кезінде түрлі түсті жіптерді үйлестіріп, жіпке моншақ тізіліп, түйін түйіледі. Іс жасау оңай нәрсе емес. Әрі қызықты, әрі күрделі іс. Сондықтан жіпке моншақты тізу кезінде немерелерімде қолғабыс жасайды. Немерелеріме әшекей бұйымның жасалуын көрсетіп қана қоймай, тәрбиелік мәнінде түсіндіріп отырамын. Қазақы құндылықты болашақ ұрпақтың жадында жаңғыртып, заманауи үлгісі жаңартып отыруды аналық міндетім деп есептеймін.